Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді әрі ерекше шоколадты чизкейк әзірлейтін боламыз. Ең алдымен заттарын дайындап алдым. Ұнымызға бөлме температурасындағы майымызды салып, қолымызбен осылай ең алдымен крошка жасап алатын боламыз. Міне осылай крошка жасап алдық. Енді үстіне 2 шай қасық какаомызды, қамыр қопсытқышымызды, қант ұнтағымызды саламыз. Және де жұмыртқамыз бен қаймағымызды салып қамыр елейтін боламыз. Өте жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр еленетін болады. Міне біздің қамырымыз дайын, өте жұмсақ болып еленеді. Енді бұны салафанға орап тоңазытқышқа жарты сағатқа қоя тұратын боламыз. Оған дейін ішіндегі салмасын әзірлейтін боламыз. Бізге керегі творожный сыр, қаймақ, қант ұнтағы, 2 жұмыртқа, жүгері крахмалы және де шоколад керек. Менде мұнда Қазақстан шоколады. Ең алдымен творожный сырымызға қаймағымызды және де қант ұнтағымызды салып алатын боламыз. Жақсылап тұрып езіп алсаңыздар да болады, немесе осылай мен сияқты венчиктің көмегімен біркелкі етіп араластырып алсаңыздар да болады. Біркелкі болған массамызға 2 жұмыртқамызды салып, тағы да біркелкі масса болғанша араластырып алатын боламыз. Содан соң шоколадымызды микроволновкада ерітіп, біркелкі масса болғанша араластырып, суытып қоятын боламыз бөлме температурасында. Мен алдын ала микроволновкада ерітіп, шоколадымды суытып қойдым. Енді массамызға салып, біркелкі болғанша араластырып аламыз. Негізде Қазақстан шоколадының орнына молочный шоколад қолдансаңыздар болады. Және де микроволновкада немесе водяной баняда ерітіп алсаңыз болады. Міне мен жүгері крахмалын қостым. Жүгері крахмалы біздің массамызды бір қалыпта ұстап тұруға көмектеседі. Міне формамызды алдын ала дайындап алдым. Менде 26 диаметрлік форма. Қамырымызды енді осы формаға қолдың көмегімен жайып шығатын боламыз. Міне қамырымызды жайып шықтым. Енді шоколадты массамызды үстіне құятын боламыз. Қызып тұрған пеште 170 градуста 50 минут пісіріп алатын боламын. Сіздер өз пештеріңіздің ыңғайына қарай көресіздер. Достар, қазақша контентті қолдап, менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне біздің шоколадты чизкейгіміз дайын. Дәмі өте ерекше, қонақтарыңыз бірден ғашық болатын пирогтардың бірі десек болады. Жасап көрсеңіздер болады. Дәмі өте ерекше, нәзік болып жасалады. Сіздерге сөзсіз ұнайтын болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған мен Айдана.